Сәлем балалар. Бүгін бізде сабақта ана тілі бірінші сынып 15-ші сабақ. Тақырыбымыз жуан және жіңішке айтылатын сөздер. Балалар, тақырыбымыз 15-ші бетте орналасқан. Балалар, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Себебі жаңа сабақтар сіздерге бірінші болып көрінетін болады. Сонымен балалар, жуан және жіңішке айтылатын сөздер. Бірінші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы, жаттап ал. Сыйлаймын. Ата менен ананың айтқан тілін аламын. Үлкен кісі жұмсаса, қайда болсын барамын. Төсекті өзім жинаймын. Бекер қарап тұрмаймын. Ешкім маған тимейді. Мен де бәрін сыйлаймын. Шәміл Мұхамеджанов. Өлеңдегі қандай бала? Өлеңдегі өте тіл алғыш, өте еңбекқор бала, балалар. Өзің үлкендерді сыйлайсың ба дейді. Балалар, сіздер үлкендерді сыйлайсыздар ма? Әрине, үлкендерді сыйлау арқылы біз өзіміздің қандай тәртіпті, қандай еңбекқор және бізді ата-анамыз жақсы тәрбиелегендігін көрсетеміз, балалар. Ал енді екінші жаттығу. Тыйым сөздерді көшіріп жаз. Үлкеннің алдын кеспе, үлкенмен сөз таластырма. Сөздердегі дауысты дыбыстардың қайсысы жуан, қайсысы жіңішке екенін айт. Балалар, мен жіңішке екен, яғни жіңішке дыбыстардың астын жасыл түспен, ал жуан дауысты дыбыстарды қызыл түспен бояп қойдым. Үлкеннің деген сөзде ү, е, бұл жіңішке дыбыстар, дауысты дыбыстар. Ал а, ы бұл жуан дауысты дыбыстар. Ол жіңішке. Е бұл да жіңішке дауысты дыбыс. Жіңішке және а бұл дауысты, яғни жуан дауысты дыбыс. Ал енді үшінші жаттығу. Суреттердің атауын сәйкестендір дейді. Бірінші суретке аю деп жазып қойған, балалар, суретте аю ма? Жоқ, әрине. Екінші суретке тасбақа деп жазып қойыпты. Болды, қате. Үшінші суретке өрмекші. Енді балалар, мен сіздерге жаңағы сызбамен екінші суреттегі сөздің астына тасбақаға сызып қойдым, көріп тұрсыздар. Аюды аюға сыздым. Өрмекші деген сөзде өрмекшінің суретіне сызып қойдым. Осы сөздерді қатыстырып, сөйлем құрап жаз дейді. Аю қыста апанында ұйықтайды. Тасбақа жай жүреді. Даладан өрмекші көрдім. Осылайша балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, балалар.